2018 жылы осы Павлодар педагогикалық университетіне грантпен оқуға түскен болатын. 2022 жылы осы университетті қызыл дипломмен бітірдім. Қазіргі таңда Баянауыл ауданы Майқайын кентінде Мұхтар Әуезов жалпы орта білім беру мектебінің химия пәні мұғалімі болып жұмыс жасап жатырмын. Өзімнің осы университетте алған білімімді қазіргі таңда мен өте жақсы қолданудамын деп айта аламын. Осындай білімді маған күшті қылып берген осы университеттің мұғалімдеріне өте алғысымды шексіз білдіргім келіп отыр. Және де осындай мүмкіншіліктерді қайтадан бізге беріп, қазіргі таңда бізді осындай жас мамандарды қолдап жүрген өзіміздің мектебіміздің басшысы Самал Сақтасын қызына өте үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мен негізінде өзім оңтүстіктен келген боламын, Түркістан облысынан келдім. Және де менің қазіргі таңда міне өздеріңіз көріп тұрған бұл нәтиже мен не үшін осы жерде жүрмін? Яғни маған осы Павлодар ұнайды. Не үшін? Павлодарда менде осы университеттен басқа еш нәрсе болған жоқ басында келген кезде. Осы университеттегі менің шағым қазір міне қайтадан келіп отырмыз университетке. Мен өте қатты қуаныштымын қайтадан келіп отырғаныма. Өзімнің студенттік шақтарымды өте қатты сағынамын. Себебі бізге осы университеттегі әрқайсы мұғалім біздің студенттік шағымызды өте күшті өткізуге көмектесті деп айта аламын. Себебі ешқандай бізге тосқындықтар қойған жоқ. Әрқашан әрқайсымызға жеңілдіктер бере алды. Әрқашан бізді қолдай алды. Біз өзіміз қандай жеңістікке жеткіміз келді, ол нәрсені бізге бере алды мұғалімдер. Сол үшін мен осы университетке өте қатты алғысымды айтамын және болашақта өзімнің қазіргі таңдағы оқушыларыма осы университетке түсуіне шақырадым.